Бұл финал. Бұл біреудің көз жасы, біреудің қуанышы. Ойыннан кейін кейбірінің жүрегі шыдамай қайтыс болып жатса, кейбірі ойындары бәле болды деп үлкендерін жынды жанкүйерлерден қорғау мақсатында қорғаныс істеп жатыр. Қанғаған жанға жан. Футбол қызық, бірақ футболдан кейінгі сәттер менің қарымды аштады. Футбол мәдениетін сақтамайтын қаншама жұрт бар. Оны тек дамымаған елдерден көреміз демеңіздер. Дамыған мен деген елдердің өзі масқарасы шығып жатыр. Бүгінгі финалдық ойынға жай ғана шолу емес, толық зерттелген ғылыми жұмыс секілді қарадым. Көріп, тыңдап бағасын берерсіздер. Сіздермен бірге желаяқ тайнасым. Осы видеомен осы маусымға нүкте қойып, әлем чемпионатына көшейік. Лайк басуды ұмытпаңыздар. Тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. жылдың 30 мамырында Венгрия астанасы Будапештегі Пушкаш арена стадионында Чемпиондар лигасының ең көп күтілген, ең қарама-қайшы стилі жағынан да, философиясынан да екі түрлі ПСЖ мен Арсенал арасындағы тырнақша ішіндегі қызықты финал өтті. ПСЖ финалға Чемпиондар лигасының жеңімпазы статусымен келді. Титулыңды қорғау деген оңай шаруа емес. Тарихта тек Реал Мадридке ғана бұйырған ол мүмкіндік басқа ешкімге бұйырмаған еді. Екінші жақта Микель Артета бастаған лондондық Арсенал ішкі біріншіліктегі 22 жылдық қуаңшылықты үзіп, АПЛ-дың жаңа чемпионы атанды. Арнайы осы жетістігі үшін қол шапалақтауға болады. Лондондықтар үшін бұл соңғы 20 жылдағы алғашқы финал болатын. Олар бұл сатыда соңғы рет 2006 жылы ойнап, Париждегі финалда каталондық Барселонадан 1-2 есебімен ұтылған еді. Матчқа көшпес бұрын жыл бойы жалғасқан Чемпиондар лигасында осы екі команданың жүріп өткен жолына назар аударайық. Екі ұжымда финалға мүлде әртүрлі тәсілмен жетті. Бірі өз ойын стиліне берік қалса, екіншісі қарсыластарына қарай бейімделіп отырды. Осындай екі түрлі жолдың финалда қалай тоғысатынын көру ерекше қызық болмақ. Луис Энрике командасының финалға дейінгі жолы оп-оңай болған жоқ. Соңғы жартылай финал мен финалды ғана көрген жанкүйерлер ПСЖ-ны жыл бойы бәрін таптап өтті дер. Алайда олай емес. Бұл таза тактикалық эксперименттер мен сұмдық нәтижелікке толы нағыз кедергілер жол ағиды. Жалпы футбол жанкүйерлері ПСЖ-ны титулды қорғау түгілі топтық кезеңде сүрінеді деп ойлады. Мюнхендік Бавариядан 1-2 есебімен ұтылып, Атлетико Бильбао мен Ньюкасл Юнайтедпен 0-0 және 1-1 нәтижесімен тең түсті. Сонда париждіктер тікелей 8-1 финалға жолдама беретін мықты 8-ке кіре алмай қалды. Ол жаққа кіре алмады деген сөз шабуылдары нашар болды деген сөз емес. Мысалға Аталантаны 4-0, Ливеркузендік Байерді сыртта 7-2 есебімен, Тоттенхэмді 5-3 есебімен жеңіп жақсы ойын көрсетті. ПСЖ плей-оффтың қосымша раундында ойнауға мәжбүр болып, өз отандастары Монакодан сұмдық қиындықпен өтті. Негізі осы жеребеде Монако түскен кезде барлық қуанды. Себебі Монако деген сондай Сити, Реал секілді ірі команда емес деп барлығы мысқылдай күлгендей болды. Алайда ойын өрнегі сәл басқашалау жүрген кезде ПСЖ-ның жанкүйерлері сәл үнсіздікке қалды. 8-1 финалда ПСЖ лондондық Челсиді жалпы 8-2 есебімен жойып жіберді. Әрбір тепкені гол болып, допты тартқаны +1 статистикаға дриблинг болып тіркелді. Ғаламат деңгейі көрсетті десек қателеспейміз. Ширек финалда Ливерпульді 2 матч қорытындысымен 4-0 қылып жеңді. Алайда Челсимен болғанда Ливерпульмен оңай болған жоқ. 2 матчта жеңгенмен екінші ойында ПСЖ әжептәуір қиналып қалды. Жартылай финалда жеребе оларды Мюнхендік Бавариямен қайта жолықтырды. Және бұл матч жалпы 6-5 есебімен француз клубының жеңісімен аяқталып, жанкүйерлердің айту бойынша Чемпиондар лигасындағы ең қызық ойындары номинациясына ие болды. Расымен де 5-4 болған ойынға барлығы тәнті болып, футболдан бейхабар жұрттардың өзі футбол туралы сөйлей бастады.
Финалда кездесетін жұп деген атпен есте қалған жартылай финал болды. Ал статистикаға үңілетін болсақ, турнирдегі 16 матчта команда 44 гол салып, 22 гол жіберіп алды. Осы нәтижесімен маусымның ең нәтижелі командасы атанып отыр. Плей-офф кезеңінде PSG-ның орташа нәтижелігі бір ойында 2,188 гол деген аномальды көрсеткішке жетті. Шабуылдардың басты архитекторы Дуэ емес, Дембеле емес, Хвича Кварацхелия болды. Грузин вингері тек плей-офф кезеңінде ғана 7 гол салып, SofaScore бойынша орташа 8,5 балл алды. Ал Арсеналдың жолы ше. Микель Артетаның лондондық Арсеналы финалға дейінгі жолы іргетасы жақсы қалыптасқан, қорғанысқа сүйеніп, өте салқынқандылықпен жүріп өтті. Чемпиондар лигасының маусымында лондондықтар жағдайды абсолютті түрде бақылауда ұстап, барлық 8 матчта жеңіске жеткен жалғыз команда болды. Олар Атлетико Билбао мен Олимпиакосты 2-0 есебімен, қорғанысы мықты деген Мадридтік Атлетиконы 4-0, Прагалық Спартаны сыртта 3-0, тіпті Мюнхендік Баварияны 3-1, Брюггені сыртта 3-0, Миландық Интерді сыртта 3-1 және Алматылық Қайратты 3-2 есебімен жеңіп, бүкіл қарсыластарын тізе бүктірді. Ең қызығы, бүкіл турнирде Арсеналға бір матчта бір голдан артық салған жалғыз команда тек Қайрат болды. Топ 8-ден орын алған Арсенал қосымша раундтан құтылып, тікелей 8-1 финалға шықты. Ширек финалда оларға Лиссабондық Спортинг қарсылас атанды. Текетірестің тағдырын Португалиядағы минималды жеңіс шешті. Ал Лондонда алаң иелерінің толық бақылаумен тактикалық 0-0 тіркелді. Жалпы бұл матч ешкімге қызық болған жоқ. Жартылай финалда лига кезеңінен таныс Мадрид... Жартылай финалда лига кезеңінен таныс Мадридтік Атлетикомен өткен ойында тәуекелді барынша азайту сценариймен өтті. Бірінші матчта 1-1, қарымта кездесуде 1-0 есебімен минималды тағы да сондай бір жеңіс. Мадридтегі ойында біраз жылдары болды десек, Лондонда ойынды толық өлтіріп тастады. Осылайша Арсенал Будапештке билеттерін нық брондады. Финал алдындағы Арсеналдың қорғаныс статистикасы феноменалды көрінді. Команда бүкіл еуропалық науқанда небәрі 6 ғана гол өткізген. Плей-офф матчтарында лондондықтардың орташа нәтижелігі бір ойынға қарапайым 1,00 голды құрады. Бұл PSG көрсеткіштерімен салыстырғанда жер мен көктей. Осы стильдердегі айырмашылық финалдың басты интригасын тудырды. Турнирдің ең бұзылмас қорғанысы құрлықтың ең агрессивті шабуылына төтеп бере ала ма? Талдап көрейік. Матчқа келейік. Неміс арбитрі Даниэль Зиберттің старттық ысқырығы футболдың жаңа тарихындағы ең жабық әрі тактикалық мінсіз ойындардың бірінің механизмін іске қосты. Матч қазіргі чемпион үшін күтпеген соққымен басталды. 6-шы минутта Арсенал алға шықты. Орталықтағы кездейсоқтық рикошетпен басталған сұмдық жылдам қарсы шабуыл барысында лондондықтар допты қапталға жеткізіп, мінсіз пас асырды. Ол жерде бұрын Челси сапында 2020-2021 маусымда Чемпиондар лигасының финалында жеңіс голын салған неміс шабуылшысы Кай Хаверс. Ол салқындылығының тағы да көрсетті. Сүйір бұрышта тұрғанына қарамастан, Матвей Сафонов қақпасының маңдайшасының астына дәл соққы жасап, қақпашыға ешқандай мүмкіндік қалдырған жоқ. Жалпы өзім осындай соққыларды жақсы көрем. Көп футболшылар бұрыштан келген кезде дәл осылай тебе алмай жатады. Неге? Өзім де түсінбеймін. Ерте соғылған бұл гол жекпе-жектің одан арғы бүкіл сценарийіне түбегейлі әсер етті. Микель Артета допқа иелік етуден толықтай бас тартып, кәсіби ортада төменгі блок деп аталатын ультра қорғаныс формациясына көшу туралы өте саналы және кеңірек белгілі болғандай, тарихта бұрын соңды болмаған радикалды шешім қабылдадым. Арсеналдың бұл қорғанысқа өтуі аналитикалық қауымдастықты шокқа түсірген статистикалық мәліметтерді тудырды. Бірінші тайм бойы лондондық клуб небәрі 69 ғана дәл пас берген. Матч көріп отырған кезде мұндай аз пас беру мүмкін емес. Қателескен болар деп отырдым. Ал матч қорытындысы бойынша қосымша уақытты қосқанда Артета командасының допқа иелік ету пайызы 24,7 болды. Сұмдық па? Сұмдық.
Opta аналитикалық компаниясының деректеріне сәйкес, бұл 2003-2004 жылғы маусымында осындай статистика жүргізіле бастағаннан бергі Чемпиондар Лигасының финалындағы кез келген команда үшін ең төменгі орташа допқа иелік ету көрсеткіші. Бір қызығы, бұған дейінгі антирекордты Арсеналға тиесілі болатын. 2006 жылғы финалда Барселонаға қарсы 29,7% көрсеткен. Финал дегенді былай сырсақ, 24,7 көрсеткіші Микель Артета жұмыс істеген уақыттан бері команданың толық құраммен ойнаған матчтарындағы ең төменгі көрсеткіші болды. Кездесудің екінші жартысы Лондондық клубтың қақпасын позициялық қоршаудың жалғасуымен басталды. PSG-ның территориялық басымдығы, олардың толассыз қысымымен Арсеналдың қорғанысындағы осал тұстарды түрткілей беруі, ертеме кешпе өз жемісін беруі тиіс еді. Бұл қысымның шарықтау шегі матчтың 64-ші минутында орнады. Лондон қорғанысын бұзып өтудің басты кілті Хвича Кварацхелияның жеке техникасымен күтпеген шешімдер болды. Арсенал қорғаушыларының аяғында шаршау жиналған сайын ойынға ықпалы арта түскен грузин вингері айып алаңының маңында доп қабылдады. Қозғалыс бағытын кілт өзгертумен виртуозды дриблингтің арқасында ол қорғаушы Кристиан Москераны айып алаңының ішінде өрескел фол жасауға итермеледі. Таза пенальти. Нүктеде Дембеле. Соққы және гол. Матч есебі теңесті. Соғылған гол ойынды ашты десек болады. Қарсыластың осал тұсын сезген PSG қысымды одан әрі үдетті. Кварацхелияда матчтың тағдырын негізгі уақытта-ақ шешетін ғаламат мүмкіндік болды, бірақ оның жойқын соққысы қақпа бағанасына тиіп, PSG жанкүйерлерін күрсіндірді. Жалпы осындай гол болуға аз сәттер өте көп орын алды. Экстра таймның өзінде де осы сценарий. Арсенал ойыншыларының шаршағанын сол сары қағаздардың санынан білуге болады. Себебі тоқтаусыз шабуылдарды тоқтата беруге үлкен күш қуат керек. 120 минуттық текетірісте жеңімпаз анықталмаған соң, Чемпиондар Лигасының тағдыры пенальти сериясында шешілетін болды. Бұл спорттағы адам психологиясының ең қатыгез сынағы. Тисе терекке, тимесе бұтаққа десек те болады. Лотерея деп жатады. Тіпті пенальтиге келген кезде екі дос FIFA ойынында жай ғана тұрып кете салады. Себебі расында да пенальти тек кейде соқтық деп білемін. Пенальти PSG ойыншыларының сенімді соққылармен басталды. Париждіктер өздерінің 5 мүмкіндігінің 4-ін жүзеге асырды. Ашраф Хакими, қосалқыдан шыққан қорғаушы Лукас Бералды және Дезире Дуэ өз соққыларын мінсіз орындады. Жалғыз қателікті Нуну Мендес жіберді. Оның соққысын Давид Рая ғаламат сейфпен қайтарып, лондондықтарға бір сәтке үміт сыйлады. Алайда Арсенал ойыншылары бұл сұмдық қысымға төтеп бере алмады. Екінші таймда алаңға шыққан Эберечи Эзе бір сәнденіп допқа жай келіп, қақпаға тура тигізе алмай мүлт кетті. Ал 5-ші шешуші соққыға кезек келгенде, допқа күтпеген жерден орталық қорғаушы Габриэль жақындады. Серияның жалғасуы немесе PSG-ның жеңісі тойлауы осы соққыға байланысты еді. Бразилиялық қатты тепкені соншалықты бұрыштама көтеріп жатыр ма деп қалдым. Габриэльдің көңіл күйі болмады, бір орында қатып қалды. Оның көрген отандасы, ұлттық құрамадағы капитаны қарсылас команда болса да, жерлесін бірден жұбатумен болды. Шешуші соққыны орталық қорғаушыға сеніп тапсыру журналистер арасында көптеген сұрақтар тудырды. Матчтан кейінгі баспасөз мәслихатында Микель Артета бұл таңдаудың логикасын егжей-тегжейлі түсіндірді. Бапкердің айтуынша, лондондықтар жаттығуларда пенальти сериясына мұқият дайындалған. Команданың штаттық пенальтистері Букайо Сака, Мартин Эдегар және Кай Хаверс болған. Алайда экстра таймдағы алмастырулар мен тактикалық өзгерістердің салдарынан алаңдағы жағдай өзгертті. Габриэль өзі келіп 5-ші болып тепкісі келетін ашық айтты деп түсіндірді Артета. Жалпақ тілмен айтсақ, мұнда техника не атағың емес, сенімділігің үлкен рөл ойнайды. Себебі әрбір футболшы тебе алады. Бірақ сенімділік әрбір футболшыда дәл осының сәтте бола бермейді. Габриэль осы сенімділікті көрсетіп, Артетаны көндіргенін байқады. Қорғанысы мінсіз матч өткізген қорғаушы бір ғана қателігі осы ойындағы барлық алдыңғы еңбегін жоққа шығарды. Қорытынды жеңіліске қарамастан Арсеналдың қорғаныс блогы аналитиктерден ең жоғары баға алды. Орталық қорғаушы Уильям Салиба ғаламат матч өткізді. Оның салқынқандылығын сақтау қабілеті, қорғаныстағы сенімділігі және қысым астында допты элегантты алып шығуы оның экстра класс қорғаушы статусын тағы да дәлелдеді. Дегенмен лондондықтардың қорғанысындағы нағыз құбыжық
Сол Габриэль болды. Пенальти сериясында қателігін есепке алмасақ, бразилиялық өз мансабындағы ең мықты матчты өткізді деуге болады. Габриэльдің статистикасы фантастикалық көрінеді. 15 қорғаныс әрекеті, алаңдағы барлық ойыншылар арасындағы ең жоғары көрсеткіш. 100%-лық сәтті допты алып қою, 13 рет допты қайтару, бұғатталған бір соққы, 3 рет допты жолдан тартып алу, және жерде де әуеде де жеке күрестегі 100% жеңіс. Осында іргетастың болуы ғана Арсеналға қарсыластың шабуылдарын сонша уақыт бойы тежеуге мүмкіндік берді. Ал жеңімпаздар сапында ең жоғарғы ұпайды шабуылға жауап беретін жігіттер иеленді. Бірақ қорғаныстағы футболшылар да бар мінезін керек кезінде қолданды. Ашраф Хакими мен Маркинес бастаған ПСЖ-ның қорғанысы қателік жіберген жоқ. Маркинес бірінші таймда Хавардстың соққысынан кейін маңызды блок жасаса, Вильям Пача алаңға шыққан екеурешті ойыннан толықтай өшіріп тастады. Енді көзге көрінбейтін бірақ ең маңызды бөлігі туралы айтайық. Бұл ПСЖ-ның қақ ортасы. Витинья мен Фабиан Руиз команданың метрономына айналды. Егер бірінші таймда Руиз сәл тот басып тұрғандай көрінсе, екінші жартысында қапталдарға радиомен басқарылатын пастар таратып, ойын ырғағын керемет басқара білді. Француз футбол үшін тарихи жетістікке айналған ПСЖ-ның жеңісі ұлтты біріктірудің орнына Франция қалаларының көшелерінде сұмдық зорлық, зомбылық пен вандализм толқынын тудырды. Басшылардың бірі Лоран Нуньес жариялаған Францияның ішкі министрлігінің мәліметтері бойынша 22.000 құқық қорғау органының қызметкері жұмылдырылғанына қарамастан мерекелік шаралар полицияның бақылауында бола алмады. Тәртіпсіздіктер географиясы тек Астанамен шектеліп қалған жоқ. Жайттар елдің 71 қаласында тіркелді. Оның ішінде 15 қалада дүкендерді жаппай тонау оқиғалары болды. Бүкіл Франция бойынша 780 адам ұсталды. Оның шамамен 480-і тікелей Парижде. Бұл сандар ПСЖ өткен жылғы финалдан кейінгі зорлық зомбылық деңгейімен салыстырғанда 30%-ға өскенін көрсетеді. Тәртіпсіздіктерді басу кезінде кем дегенде 57 полицей жарақат алып, 700-ге жоқ өрт фактісі тіркелді. Өртенгендердің ішінде көліктер де бар. Қақтығыстардың ошағы Париждің тарихи аудандары Елисей алаңы мен Парк де Пренс стадионының периметрінде болды. Ол жерде бетперде таққан агрессивті фанаттар полицияға пиротехника мен тас лақтырып мазасын алды. Полициялар амал жоқ көзден жас ағызатын газ бен бұрыш баллондарын қолдануға мәжбүр етті. Жексенбі күні ПСЖ ойыншыларын Елисей сарайында қабылдаған Франция президенті Эммануэль Макрон болған оқиғаны қатаң айыптады. Өкінішке қарай кеше түннің басым бөлігінде Парижде және басқа қалаларда қабылданбайтын сұмдық, зорлық, зомбылық көріністерін байқадық. Бұл футбол емес, бұл спорт емес, бұл біз жақсы көретін нәрсе емес. Ұсталғандарға қатысты ешқандай аяушылық болмайды. Біз мұны енді көргіміз келмейді. Болды, бәрі бітті деп мәлімдеді мемлекет басшысы. Сонымен финалдан қызықтарын дейінде, кейінде болғанын байқадық. Ал біз осы маусымды аяқтадық. Чемпиондар лигасына келесі маусымда бұдан да қызықты өтеді дегенге сенеміз. Сіздермен бірге желаяқтай арнасы.